Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге екі ағзаттан тұратын қаттама нан дайындайтын боламыз. Өте оңай, тез дайын болатын қаттама нан. Осылай әдемі үлпілдеп шығатын қатпарлы нан дайындайтын боламыз. Әуелі бізге ұнымызды жақсылап електен өткізіп аламыз. Ыдысымызға тұз салып, жылы су, міндетті түрде жылы су болуы керек. Тұзды жақсылап ертіп аласыздар. Міндетті түрде жылы су болу керек. Қамыр илейтін боламыз. Қамырға су жақсылап араластырып, жұмсақ және орташа қамыр илеңіздер. Қатты да болып қалмасын, жұмсақ та болып қалмасын, орташа қамыр илейтін боламыз. Менде осылай үлкен зуала шықты. Бұны әлі бөлікке бөлетін боламыз. Жақсылап июны қандырып, әр жерін шет-шығасын тазалап, жұмсақ қамыр илейміз. Видеода қалай көрсетіліп жатыр, дәл солай істейсіздер. Бәрі қандай рецепт керектігін бәрі мен описаниеге жазып кетемін. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Міне осылай қамыр шықты. Сосын жақсылап июны қандырып, және бір илеп жібереміз. Менде 4 зуала шықты. 4 зуалаға бөліп алдым. Осылай бәрін думалақ істейтін боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Комментарийға қандай сұрақтарыңыз бар, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, сол жерге қойсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беруге тырысатын боламын. Осылай бетін жауып, қойып қоятын боламыз. Сосын қамырды жаямыз. Жұқа қылып қамыр жайыңыздар. Сол арада маргарин болмаса сармайды ертіп алыңыздар. Менде сармай. Ішіне жақсылап жағып, бәр жеріне жағып шығасыздар. Қатпарлы әдемі қаттамадан шығады. Осы рецептпен істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Сосын және азғантай құйып жібереміз. Осы кезде қатпарлы әдемі болып шығады нандарыңыз. Орап, холодильникке 1 сағатқа, болмаса жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Екіншісінде қалған үшеуінде дәл солай жұп-жұқа қылып шайып аласыздар. Міндетті түрде жұп-жұқа болу керек. Видеода қалай көрсетіліп жатыр, дәл солай істеңіздер. Жабысып бара жатса, азғантай ұн сеуіңізге де болады. Холодильникке 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Міне бәрін 4 зуаланы жайып алдым. Бетін жауып, холодильникке қойып қоятын боламыз. 1 сағат, кемінде 1 сағат тұру керек. Ал бізге дайын болды, енді жаюға кірісетін боламыз. Азғантай ұн сеуіп жіберіңіздер. Осылай қолдарыңызбен жайсаңыздар да болады, оқтаймен де жаюға да болады. Сол арада табаны қыздырып қойыңыздар. Табаныңызға азғантай май қыздырып қойыңыздар. Бәрін осылай қолмен де жаюға ыңғайлы, әрі оқтаймен де жаюға да болады. Видеода қалай көрсетіліп жатыр, дәл солай істеңіздер. Артық ештеңе қоспаңыздар.
оңай, тез дайын болатын қатама нан. Қызып тұрған майға салып аламыз. Екі шетін жақсылап қарап тұрасыздар. Орташа алауда пісіріңіздер. Астын қатты да төмен де қылмаңыздар. Орташа, газды орташа қалпа қойып пісіріңіздер. Сонда әдемі қатпарлы болып шығады. Астына қарап тұрыңыздар, міндетті түрде күйіп кетпесін. Қонақ келгенде ұялмай қоятын, сатылымда жүрген қатама нан. Бұл сіздерге рецебін тегін беріп жатырмын. Өте дәмді, күшті болып шығады. Міне осылай қызарып, әдемі болып пісіп, әдемі болып шығады. Қалғандарында дәл осылай пісіріп аласыздар. Азғантай шетіне май құйып, майы азайып қалмасын, май құйып отырыңыздар, болмаса күйіп кетеді. Ал дайын болды. Осы рецептпен істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Достар, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі видеода кездескенше сау аман болыңыздар. Рецепт ұнаған болса, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісе кетіп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Күнделікті күн ара жаңа видео шығып тұрады. Ұнаған болса, комментарийға жазып кетулеріңізді сұраймын, өз ойларыңызды. Сіздермен болған үлкен рахмет.